Сонымен біздің шкатулканы жасау үшін бізге керек леска 0,6 мм және біздің мойшақ 8 мм. Ол үшін біздің лескамыздың бір жақ шетіне әдеттегідей 4 мойшақ кіргіземіз. Соңғы мойшағымызға қайтадан кері өзінің лескасын, шыққан лескасын кіргіземіз. Сөйтіп біз түйін жасаймыз. Осы түйінге біз екінші лескамызды кіргіземіз. Тартамыз. Ал енді екіншісін тоқу үшін біз лескамыздың кез келген шетіне бір жағына 2 мойшақ, бір жағына 1 мойшақ алатын боламыз. Екі мойшақ қалған жерден біз түйін жасаймыз. Екі мойшақ қалған жерден түйін жасаймыз. Түйінге екінші лескамызды кіргіземіз. Тартамыз. Міне, осылай біздің түйініміз мына жаққа қарай шығып кетпегенін қадағалауымыз керек. Ол үшін ортада тұру керек. Міне осылай. Көрдіңіздер ғой? Тартамыз. Осындай ромбтан біз 17 ромбик жасауымыз қажет. Мен екеуін жасадым, енді 15-і бар жасайтын. Енді қазір 10 жақтағы лескаға сонымен бізде 17 қатыр болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Дұрыс. Енді біз 10 жақтағы лескаға 3 мойшақты аламыз да. Бір, екі, үш мойшақ алып, соңғы үшінші мойшаққа түйін жасаймыз. Сосын мұна астыңғы лесканы сол мойшақ түйінге өткіземіз. Енді біздің лескамыз астыңғы және үстіңгі етіп бөлінеді. Көрдіңіздер ме? Міне. Енді мұна астыңғы лесканы біз қазір мына жердегі мойшаққа өткіземіз. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар. Бізде міне екі мойшақ бар. Бізге мынандай ромб болу үшін тағы 2 мойшақ керек. Оны біз үстіңгі лескаға аламыз. Бірден 2 мойшақты. Саламыз. Түйін жасап, әдеттегідей соңғы мойшаққа тартамыз. Көрдіңіздер ме? Енді мына астыңғы лескамызды біз жанында тұрған мойшаққа кіргіземіз. Дәл осылай біз 9 рет, міне 1, 2 бар, мынаңыз аяқтайым. Одан ары тағы да
жету тоқуымыз жалпы бізде 9 қатар болу керек. Мына жағы 17, ені 9. Мінеке біздің шкатулкамыздың үстіңгі бөлігі мен астыңғы бөлігі дайын болды. Дәл қазір енді біз астыңғы бөліктің шеттерін қабырғаларын көтеретін боламыз. Ол үшін біз лескамызды бірінші мойшағымызға өткіземіз де, лескамызды теңестіріп аламыз. Леска тең болу керек. Енді лескамыздың үстіңгі бір жағына 2 мойшақ. Мінеке, сол жаққа 1 мойшақ, оң жағына 2 мойшақ кіргіземіз де, лескамызды астына қаратай мойшақтарға жақындатамыз. Енді біз 1 мойшақ алғанымызды сол жерден түйін жасаймыз. Түйін жасап, тартамыз. Түйінімізге біздің лескамызды әдеттегідей кіргіземіз де тартамыз. Әдеттегі өзіміздің тоқуымыз ары қаратай тоқып шығамыз. Дәл осы әдіспен толық бұлай тоқып шығамыз. Енді мына 2 мойшақты алғанымызбен бірінші мойшаққа кіргізіп, астына қаратай тартамыз. Арман қаратай жалғастырамыз. Мінеке, осы жерде соңғысына келгенде, көріп тұрғандай мен үстіңгі лескаға 2 мойшақ алдым. Екіншісіне түйін жасап, әдеттегідей тартамыз.
Енді біздің ойшағымыз мінекей былай қарай қарады. Енді қазір біз дәл солай үстіңгі лескамызға 3 мойшақты іліп, мінекей 3 мойшақты іліп, мына жақтан тартамыз. Соңғы үшіншісіне тартамыз. Бұл біз бұрышты істеп жатып, мына жақтан бұрылыс жасадық. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Сонда біз былай, кешіріңіздер, қате кетті. 2 мойшақ алуымыз керек. Екі мойшақ аламыз да, былай қарай мінекей тартамыз. Екі мойшақ алғаннан кейін қасымыздағы астыңғы лескаға біз лескамызды өткіземіз. Астыңғы лесканы қосып өткіземіз да, бұлай үстіңгісін көтереміз. Сол сәтте біз жаңағы 2 лесканың үстіңгі лескасы мойшағына, 2 мойшақтың үстіңгі мойшағына түйін жасаймыз да, астыңғысын тартамыз. Қараңыздар. Сонда бізде не шығады? Бізде осы сәтте осындай мінекей бұрыш шығады, көрдіңіздер ме? Мінекей. Бір 4 бұрыш мінекей шықты, бір ромбик. Мына жақтың барлығы бізде осындай ромбик болып шығады. Енді ары қарай әдеттегідей бұлай тоқып, бұлай және бұлай әдеттегідей тоқып шығамыз. Соңғы алдыңғысы, ал енді соңғысына келгенде мінекей жанымызда тұрған мойшаққа бір өткіземіз. Одан кейін оның қасында тұрған мойшақты, жоғарыда тұрған мойшаққа бір өткіземіз. Көрдіңіздер ме? Сонда мына үшеу дайын болды. 3 мойшақ бар. Енді тағы бір мойшақты алып, түйін жасап жібереміз да. Аяқтаймыз. Енді бізде міне қабырғаның бірінші бөлігі аяқталды. Енді біз қазір осы жерден сізге закрепка жасауды көрсетем. Ол үшін жанымызда тұрған мойшақтарға лескаларымызды кіргіземіз да. Кішкене майыстырып кіргізуге болады. Егер ұштары шықпай жатса, кішкене конструкцияңызды майыстырсаңыз болады. Ақырын төмен бір мойшақтан. Бұл жерде лескаларыңыз сіздің бұрынғы лесканың ізімен жүру керек. Әйтпесе ортасынан бөліп өтсе, онда әдемі болмайды. Эстетикалық тұрда әдемі болмайды. Қайтарып
жаққа келіп, мына үштен аяқтай салғанбыз. Көрінсе бе, мен бұлай әкелдім де, мына жақтан әкеп бүйтіп шығардым. Енді екіншісін дәл солай жанындағы мойшақтардан өткіземіз. Бұлай қайырсаңыз да болады басқа жаққа. Тек қана бұл лесканың ізімен жүрген дұрыс болады. Мен болдық. Енді қиып тастаймыз. Енді мына жерден біз бір мойшақты қалдырып, мына үшінші қатардан, яғни мінекей бір мойшақты біз тоқыдық әлгінде, міне екінші мойшақты қалдырамыз да, мына үшінші қатардан бастап, мінекей дәл осылай жаңағыдай осы қабырға ретінде тоқып шығамыз. Қазір мен оны көрсетемін. Ол үшін біз леска аламыз. Қараймыз. Жаңағыдай біз бастаймыз. Ол үшін мінекей үшінші қатардан бастап, міне мына бұрыштан. Мінекей, мына бұрыштан бастайық. Лескі өткіздік. Так, лескамызды өткіздік. Енді біз теңестіріп аламыз. Енді оң жақ қолымыздағы лескаға біз екі мойшақ өткіземіз. Ал сол жақтағы лесканы жанындағы екі емес, жанындағы неге мойшаққа екі мойшақтың бірге қатар өткіземіз. Ал екі мойшақ өткізген лескамыздан екіншісіне біз түйін жасаймыз. Сосын сол түйінге сол жақ мойшақтағы лесканы, сол жақ қолдағы лесканы өткіземіз де тартамыз. Жоқ. Так. Қараңыздар, енді біз дәл қазір екінші қатар тоқитын боламыз. Ол үшін біз мына жердегі бірінші қатар тоқылды, екінші қатар мінекей мына мойшақты босатып, мына үшінші қатардан бастаймыз. Ол үшін мына үшінші қатар мойшағына лескамызды кіргізіп аламыз да теңестіреміз. Содан кейін оң жақтағы лескаға біз екі мойшақ аламыз. Сол жақ қолдағы лескаға бір мойшақты аласыз. Екі лескамызды теңестіріп, мойшақтарымызды арасына тартамыз да,
бір мойшақ алған лескамызды біз түйін жасаймыз. Сол түйінге сол жақтағы лесканы, оң жақтағы лесканы кіргіземіз. Тартамыз. Тартқаннан кейін сол жақтағы лесканы жанындағы мойшаққа кіргіземіз. Сонда бізде осындай қатар болып шығады. Ал енді оң жақтағы лескаға 2 мойшақ аламыз. Түйін жасаймыз. Тартамыз. Астыңғы лескамызды жанындағы мойшаққа кіргіземіз. Дәл осылай жалғастырамыз. Қараңыздар, мен мінекей екінші қатарды соңғы мойшаққа мінекей алып келдім. Соңғы қатарға қалай көрсетсем екен. Енді бұл жерде бұрылыс жасаймыз. Ол үшін астыңғы лесканы біз жанындағы мойшаққа өткіземіз да. Үстіңгі мойшаққа, үстіңгі лескаға 2 мойшақ аламыз. Түйін жасаймыз. Тартамыз. Қалай көрсем, көрінбейді екен. Міне. Көрінсе мінекей бұрылыс болды. Енді ары қаратай осылай жалғастырып, тағы 3 қабырғасын тоқып шығамыз. Міне екінші қатарды да аяқтадым. Міне көріп жүрсем, саусағым сыяды. Міне 2 қатарды аяқтадым. Енді бұл 2 қатарды біз қосуымыз керек. Ол үшін біз тағы да леска аламыз. Леска алғаннан кейін мына шеттен біз дәл қазір қараңыздар, ортаңғысынан екіншісінен және мына жақ шеттен қатар тұрғаннан өткізу үшін біз бірінші бір мойшақты алып өткізіп аламыз. Мінекей қараңыз, енді өткіземіз. Лескамызды теңестіреміз. Лесканы теңестірдік. Енді қазір біз жақын көрсетпесем, лесканы теңестірдік. Енді біз тағы бір мойшақты аламыз да түйін жасап өткіземіз. Бұл жерде бізде бірінші ромб пайда болды. Көріп тұрсыздар ма? Бірінші ромб. Арман қарта осылай жалғастырамыз. Ал енді қараңыздар, мен мінекей 2
мынау жаңағы біздің қобдишамыздың шкатулкамыздың үстіңгі бөлігі қақпағы болса, мынау астыңғы бөлігі. Міне дәл біріншісін тоқығандай етіп, екіншісін тоқыдым, тек қана 3 қатар етіп тоқыған едім. Ал енді қазір біз мына екеуін қосамыз. Ол үшін бізге керек леска, және біз ол лесканы қазір мінекей мына бірінші көріне ме екен? Бұл жерге бізге қайшының көмегімен немесе бір үшкір нәрсемен лесканы шығаруға көмектесу керек. Менде мына жерде қалам бар. Мінекей біріншісін кіргіздім. Екіншісін кіргізу үшін бізге керек бір мойшақ. Біреуін өткіздім, және екінші лесканың соңын біз қақпаққа өткіземіз де, былай теңестіреміз. Ол тең болмай тұр ма? Бізге онда көмекке астына былай бір нәрсе қоя тұрсақ па екен. Міне. Әзірге осылай болады. Жоқ қалыпсақ. Енді қазір екіншісін салғанда теңесу керек. Лескамызды теңестіреміз де, бір мойшақты алып, түйін жасап, сол түйінге мойшағымыз өтсе, мінекей. Сосын жаңағыны біз көтеріп теңестіреміз. Астына бір нәрсе салу керек. Болмайды. Теңестіреміз де, тартамыз. Қатты тартасыздар да, жаңағы лесканың шеттерін жанындағы мойшаққа әдеттегідей кіргіземіз. Көрініп тұр ма сіздерге? Өткізді. Болды. Енді ары қаратай өзіміздің әдеттегідей мына екі шетті тоқығандай етіп, мойшақтың бір ұшынан лескамызды алып, теңестірем, жаңағыдай түйін жасаймыз да, екінші лескамызды өткізіп тартамыз. Опа. Сонда біздің қақпағымыз жабылатындай болады. Ары қаратай жалғастырамыз.